қатты жақсы көріңіздер. Ей балам, тұрсаңшы, сағыз болды ғой. Ой, қойшы, ұйықтаймын әже. Тұр ағай жарығы бала апаны бере салған. Әже, тамақ. Қазір қарны ашып қалған екен ғой. Мә, жей ғой. Мяу, маған да бір дәмі сүт болса ғой. Қарның ашы қорадан тысқан алап же. Шашаным, мына бала тұрмаған ба? Балам-ау, тұрсаңшы, бет-аузыңды жусаңшы, тамақты тұрып жеді. Ерініп жатырмын. Ей жалқау, тұр, маған мал жайылуға көмектес. Далада қаншама шаруа тұр. Бәрі жатсын. Демалыс қой, шаршады ғой. Шаршап не істеді? Ана тұрған мал, екеуміз бәрін істейміз. Балам, қазір атан жұмысты өзі-ақ тындырып тастайды. Ал сен төсегіңде жинай ғой. Ой, қойшы, өзім жинасы. Ерініп жатырмын, сол да қиын болды ма? Балам, тұрып даладан отын әкел, мына үй салқындап кетті ғой. Балам, жүгіріп барып даладан отын әкеп таста. Ой, қойшы, ерініп жатырмын, сол да қиын болды ма? Қой, кетейік, қасымда жалқау. Я, кеттік, мен де шаршадым. Алты қырдан асып ала таудың арғы жағына барайық. Барыңдар, ал біз ұйықтаймыз. Әже, шынымен кетіп қалған ба? Қой, тұрып отырыңдар. Ой, саусағым. Ойбай, масқара құрыды. Біздің елеріміз немелерімізге ренжіп бізді тастап кетіпті. Енді бізге қарайтын адам жоқ. Бәсе, бір шекіліктің барын ішім сезген еді. Біздің иелеріміз қайда? Біз жайлымызға шыққымыз келеді ғой. Толғауға барып қарнымды тойдырып келсем жақсы болар еді. Қaf, мына тауық бай-бауам сау бәрін қорқытты ғой. Жүңдер адамдар, мен жайды баладан сұрап көрейін. Сұрағанға су еріп жайылымға апарып қайтар. Сұрайық. Шуылдап ұйқы бермейтіндер ғой, сол тамақтарыңды өзен тауып іше бермейсіңдер ме? Мяу. Біздің иелеріміз қайда? Мен су ішкім келеді. Бізді жайылымға апар. Қaf, біздің үлкен иелеріміз шынымен де кетіп қалған ба? Су беріп жайынға салу үшін көп еңбек етеді, ал мен олай істей алмаймын. Тамақ бер, әйтпесе біз де кетеміз. Кетіңдер, ал біз ұйықтаймыз. Кетейік, мына бала бізді бағып жарытпас. Кетіңдер, ал біз ұйықтаймыз. Достар, кетпеңдерші. Ойбай, қыт. Жүзіш, алло, тез келіңдер. Мысық сен, дәрігерді алып кел. Қaf. Сен үлкен елеріңді алып кел. Жарайды. Так, фамилия, имя. Ата кетті, әже кетті, сәрсемайдың қалды. Жылама, бұл бала өзі кінәлі. Диагнозы қандай, қалай емдейміз? Диагнозы жалқаулық деген ауыр. Емі өте көп еңбектену керек. Мысық, мен бәрін ренжіттім, бәрін сақырса кесірін сұрайды. Қазір, сиыр, ешкі, қой, бәрін келіңдер. Достар, мені кесіріңдерсі, мен бәрін енді түсіндім. Кешіресіз бе? Кесірсіз. Тек үлкен еліміздің жоқтығы жүрегімізді ауыртады. Қaf, достар, біздің үлкен елерімізді келіп қал. Ата, әже, бала апаным, қылын шағым, жарық жұлдызым мені. Ата, әже, мені кесіңіздерсі, мен бәрін енді түсіндім, мен енді жазыламын. Жалқаулықты неме, еңбектену. Ертегі кейіпкерлері: әже, айым, бала, қуаныш, ата, Бекнұр, ит, Бекзат, қой, Әділжан, сиыр, Диас, ешкі, Айнұр, тауық, Айеркен, дәрігер, Айсана, мысық, Еркежан, ал мен Іңкәрім.